Сәлем достар, бұл видеода мен сіздерге басты экран бетіндегі суретті ауыстырмауға тыйым салатын тәсілін көрсетемін, ал сіздер каналға тіркеліп лайк басыңыздар. Ең алдымен Dispel Personalization деген блокнот файлын ашамыз, одан кейін бат кеңейтуімен сақтаймыз. Менде сақталған, соны администратор арқылы ашамыз. Осындай кодқа толы командный строка ашылады, және кез келген батырманы басамыз, және компьютерге перезагрузка жасайсыз. Ал енді персонализацияға кіріп көрсек, ал ол ашылмайды, ол баптау жоқ болып кетті. Қайтан ашып көрейік. Міне жоқ. Енді оқушылар немесе студенттер басты экрандағы суретті ауыстыра алмайды.